әңгіме айттық. Жол қысқарттық. Қарап тұрсам, мына жақта ауылдың, қазақтың қара шаңырағы қазақ үйдің төбесі көрініпті. Ат басын бұрамыз ба? Аттың басын осы ауылға бұрайық онда. Ай жігіттер, ауыл көрінді. Ал таласта қазан шегелейік деген салт дәстүр бар. Құр барғанша қазан шегелейік. Олай болса, жігіттер, ат басын бұрып осы ауылға түстенейік. Қалай қарайсыздар? Жөн. Дұрыс. Жөн болса онда кетті, жігіттер, не тұрыс? Жүрейік. Жарайды. Қонақтар кеп қапты ауылымызға. Америкадан жүптер дүгіні той болатқан секілді ғой. Олай болса, аттан түсейік. Ал аумин. Құдай дастарханның берекесін, денсаулықтың байлығын берсін. Ай балам, мал жаның аман есен бе?
Бәрін түгендеп қайттың ба? Иә, бәрін түгендеп қайттым. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Отбасы ауылаймақ, отойға тайлақ, көрші қолаң, бәрі аман ба, ақсақал? Уалейкум ассалам. Бәрекелді балам. Кел, төрлетіңдер, жоғар шығыңдар. Көптен көрінбей кеттің қайным-ау. Жөн сұрасып отырайық. Ауыл аймақ аман есен ба? Жөн жеңеше, мына ауыл маңайынан өтіп бара жатып, жігіттермен ақылдаса отыра, қазақтың дәстүрі бойынша қазан шегелейік деген ниетпен осы жерге кірдік. Жөн екен. Бәрекелді. Жөн. Иә, осы үйдің қазан шегелегіміз кеп тұр. Жақсы болды ғой. Қазан шегелейтін шебер іздеп отыр едік. Жағасыңыздар. Айгүлімжан, қазанды көтер. Жарайды отағасы. Бәрекелдінім. Әр қонақ өз ырыздығымен несібесімен келеді дейді. Қазан шегелуге біздің үйде қалап келген екенсіңдер. Риза болып отырмын. Ал інім, әңгіме айтып отыр. Мына жаныңда жігіттер кім болады? Біріншіден таныстыра өтейін, жігіттер. Енді осы ауылда маңайлап келіп, ауылдарыңыз жақсы берекелді жер екен. Сонда дән риза болып отырмыз. Шүкір Аллаға. Енді мынау қасыңыздағы ақсақал, мына орта жүз Арғынды білесіз. Арғында қара кесектен шыққан Есей Батырды жақсы білесіз. Сол Есей Батырдың ұрпағы Жәнібек қой. Жәнібек мырза. Ал енді мына ақсақал, енді мынау екінші жігіт таныстыра кетейін. Мына Дулаттың баласындағы Шымырды білесіз. Шымырдың Бекболаты. Бекболаттың Қарымбетте Сәмбеттен ру тарайды ғой. Сол Сәмбеттен тарайтын батырларды да жақсы білесіз. Қосы Батырда Балуан Шолақ Батыр. Соның ұрпағы тікелей ұрпағы Нұрымбай деген мырза бұл. Бәрекелді жігіттер. Тектіден тараған тектінің ұрпақтары екен ғой бұлар. Иә, Бәрекелді. Енді ақсақал, әңгіме бұлай. Әңгімен қыздыра түсейік. Бір жақсы әңгімен бар еді. Айта отыр. Мына Сырым Батырды білесіз. Сырым Батыр кештетіп отырып, бір байдың үйіне түсіп. Сөйтіп байдың үйіне кіре берген кезде байдың дауысы естіледі. Үйге құтты қонақ келсе, қой егіз табады деуші еді. Үйіме құтсыз қонақ келді. Әңгенім өліп қалды депті. Сырым Батыр саспай төр басында отырған кезде, дастарханның басында бай қайтан айтылыпты. Үйіме құтсыз қонақ келді бәйбіше. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады деуші еді. Үйіме құтсыз қонақ келді. Әңгенім өліп қалды депті. Сонда Сырым Батыр: байеке қатты қателестіңіз. Үйіңізге құтты қонақ келсе, әңген өлетті, өз аман қалады деген сөз бар деп айтады дейді. Неге тапқырлық десеші. Бәрекелдінім. Мынау бір айта жүретін әңгіме екен, есте сақтайтын. Мына әр қазақ бейқыл. Бейқылмасаң, бей түсетін иқыл дейді ғой. Иә. Жәке, астайын. Асты алып келіңдер. Жәнібек аға, сөзін қойсы ба, ел өліп бақтады. Ой, шіркін ай десеш, не деген еді? Амин. Құдай Алла дастарханның берекесін, ел жұртымның амандығын берсін. Амин, Аллах. Ақсақал, қазақтың ұшылы ағарыс, жанарыс, бегарысқа енші бөліп бергенде бүкіл қазақтың есі бөлінбей, басы бірігетіндей, бірін-бірінде қайырымды болыңдар деп, қонақ келгенде қонақ кәдесін қонақтарына беріп, бата берген екен ақсақал. Жөн. Осыны жәке, осы қазақтың заңында бар деседі. Әрине, қазақта қонағасы деген заңда бап бар. Жөн. Заңмен бекітілген. Иә, дұрыс айтасың. 51-ші бап. Бәрекелді. Дұрыс айтасың. Қарағым. 51-ші бап деп отыр, дұрыс. Рас. Ал жігіттер, қонақ кәде деген бар. Айта отырыңыздар. Жөн. Алының бір әуде жібер. Алдысам әудейін. Мына ауылдың алты ауыз деген бар. Орындап берейік, ә? Ауылым көшіп барады. Әуде.
Taudan asып ойдай, таудан асқан бұлтпенен араласып ей. Ауыл шалғай кеткенде, беу қарағым ойдай. Келіп кетіп жүрейік, амандасып ей. Ой Жасан! Үкілі құз шашын қара қасыңыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз оң. Үкілі құз шашын қара қасыңыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз оң. Ой бәрекелді Жасан! Ой бәрекелдінім, өркенің өссін. Ақсақал, қабағыңа қарасам, іште бір мұң жатқан секілді. Күйіңіздің өзді суыт естіледі. Не болып жатыр, ақсақал? Шыныңызды айтыңызшы. Қарағым, мына елімізді, жұртымызды індет деген мына ауру келіп, талай елдің өмірін қиып кетті. Не дейді? Мына осы індеттің алдын алып, мына бәріміз бас қос қапыз індеттің алдын алайық. Мына дастарханға бір бата жаса жібер. Мына қазақта сөз бар ғой. 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария сәлем беріпті деп. Құдай қонағымсың ғой. Өзің бір дастарханға қаласа жібер. Илахи амин. Я Алла, елімді жеріміз орлық зомылттан, қайғы қасіреттен, пәле жаладан келген індеттен сақта Алла. Балашағы отбасыларымызға береке беріп, тыныштығымызды ұзағынан қала көр Алла. Алла. Көш, біз кетелік, жүр кетелік. Күләптің көші кетсін қалмай бәрі. Күләпсән, көшер болсаң, тезірек көш. Қаланың іші толы, далаға көш. Күләпсән көш, үмбет көш. Күләпсән көш, үмбет көш. Күләпсән көш, үмбет көш. Күләпсән көш, үмбет көш.